Күн біздер жақтан шығады емес пе я деп аяғымызға чақай киіп, еліміздің чырайлы шығысы Өскемен қаласына келіп қалдым ағайын. Артымда тұрған Қабанбай батырдың ескерткіші. Азан шақырып қойған аты Ерасыл. Бұл кісінің негізі Қабанбай аталуына неше түрлі нұсқа бар. Бірінші нұсқасы, бала күнінде мал бағып отырған Ерасылға жабайы қабан шабатты, екеуі алысып, бұл қабанды жеңет, содан кейін барлығы бұны Қабанбай деп атап кетті дейді. Екінші нұсқа, кезіндегі түркілерде габан лауазымы, яғни статусы болған деседі, ол генерал деген статусты берген екен. Ал Қабанбай батыр өз заманда қазақ қолының бас сардары, бас қолбасшысы болды. Сондықтан мен бұл дүниеге екінші нұсқаны таңдап тұрмын, себебі габан деген генерал болса, бұл кісі өз заманның генерал болғаны ақиқат. Ағайын, біле білсе, қазақ хандығының тұсында қазақтың даласына жоңғарыңда, қытайыңда шапты. Солардың барлығына тойтарыс берген дәл осы кісі болатын. Жоңғарларға да қарсы соғыстарға да шыққан, және де бірде-бір жекпе-жектен жеңілмеген. Ең қызығы, елімізге қытайлар әскермен кіріп келе жатқан кезде бір әскерде сапта тұрған батыр келіп, батырмау, бұлар өте көп қой, не істейміз деген кезде Қабанбай айтқан дейді. Бауырым, мен де соны уайымдап тұрмын, бұның бәрін қайда көмеміз деген екен. Ағайын, міне, рухы, жігері өте мықты Қабанбай батырымыз.